Ал бисмилля. Неде болса записьті бастадық біз. Маған сұрақ қоятын кезде чатқа жазсаңыз болады. Наверное, чат көрініп тұрады мына жерде. Жақсы ма, Амина? Так, бастай береміз бе? Так, шығып кетті ма деймін. Окей, қазір 1 минут күте тұрайық. Біз бүгінгі жалпы интенсивте успехтан қорқу негізі смешно естіледі, күлкілі, себебі әрекетке адамдар көше алмай жатқан кезде, көбінесе эмоцияны басқара алмай жатқан кезде олар оны жай ғана мен жалқаумын, жаңағыдай менде депрессия, менде выгорание деп қоя салады. Бірақ на самом деле оның астында адамдардың бір нәтижелі болудан да қорқатынын көбірек осознавать ете бермейді. Сондықтан бүгін осы нәрсені көбірек тереңірек білетін боламыз, осознать етеміз және де практика жасаймыз. Жалпы біздің бұл жерде так жалпы жалпы мастер-класс осы интенсивте біз өзіміздің қарапайым өмірімізде көріп жүрген нәрселерімізді басқа қырынан байқайтын боламыз. Неге олай жасап жатырмызды түсінетін боламыз. Эмоцияларды, особенно продажаға, әрекеттерімізге, именно бизнеске байланысты қоспай, тұрақты күйге өту, сенімді күйден әрекет етуге үйренетін боламыз. Және де өзімізге сол үшін ыңғайланып отырыңыз. Жеке ручкаңыз, жаңағыдай суыңыз, блокнотыңыз болса, оны да алып алсаңыз болатын болады. Так, үшіншісі, мастер-класстың жалпы бұл жердегі структурасы, бұл жерде теория аз болады. Сезіну мен практика көп, естественно, бірақ айтылатын нәрседе біраз болады. Түсінуден самый главный біздің алатын нәрсеміз бұл әрекетке көшу. Өйткені біз көп оқимыз, көп білеміз, көп нәрсені тыңдаймыз. ТикТоктан талай бір нәрселерді көрдік, ютубтан подкасттар тыңдап алғанбыз. Әртүрлі диагноздар қойып алдық уже. Мүмкін мен вообще СДВГ шығармын, мүмкін мен перфекционизм, мүмкін менде осындай деген әртүрлі варианттар бар. Ал біздің реальностьқа келетін болсақ, бұл диагноздардың ешқайсысы біздің жаңағыдай шынайы өмірімізде болып жатқан мәселені шешпейді, иә. Сен окей, сен сондай мәселемен ауырып тұрсың, сенде сондай диагноз бар, и что из того деген сияқты. Даже сенде личный тұлғалық дағдарыс болып жатса да, сенің кейбір әрекеттер жасай алмауыңа келгенде, оны араластырмауға болатындай экологичный біз әрекеттерді қалай жасай алатыны жайлы бүгін тереңнен білеміз. Жалпы мен өзім жайлы таныстыра кететін болсам, мен интегративті психологпын. Осы соңғы 3 жылдан бері адамдардың ішкі блоктарын анықтап, оларды шешуге көмектесіп жұмыс жасаудамын. Өз тәжірибемде мен негізі успехтен қорқу, өз-өзіне сенбеу, әрекетсіздік, созависимость сияқты терең жаңағыдай психологиялық блоктармен жұмыс жасаймын. Дәл қазіргі таңда осы Вилави командасымен бірге жұмыс істеп, ішкі өсу мен бизнес нәтижелерді қатар алып жүруді жолын зерттеп жүрмін. То есть и психолог, и бизнес-психолог ретінде, то есть созависимость бойынша и бизнес-психология бойынша консультациялар жасаймын және сол бойынша жұмыстанып келе жатырмын. Только теория емес, таза практик маманмын. Бұл лекция менің кәсіби және де жеке тәжірибемнің бір үлкен бір жеңісі десем болады, практикаға жақын болғандықтан.
Жалпы үспектен қорқу дегеніміз не? Бұл шынайы нәрсе ма? Жалпы бұл қалай көрініс табады, иә, проявляться етеді. Мен жаңа айтып кеткенімде адамдардың көбісі а, әртүрлі бір ісімді бастаймын, аяқсыз қалдырып кетемін. Жаңағыдай болмаса мен өте көптеген курстарға қызығамын. Басында менде энергия көп болады, желание көп болады, бірақ соңына ортасына келгенде мүлдем желание болмайды, жасай алмаймын. Вот мен ішімде өте көп потенциалдың көп екенін білемін, бірақ жасай алмаймын дейді. И тогда сен ойланасың, расымен ол адамның жаңағыдай потенциалы көп па деген сияқты. Өйткені адамдардың өзінің іштей көп нәрсе білетінін түсінеді, осознать етеді, бірақ әрекетке келгенде ширақ болады. Түбіне қарайтын болсақ, ол ойлаймыз, мүмкін бұл өзіне сенімді адам, бұл адам мүмкін өзіне керек емес деген сияқты. Бірақ оның көбісінің нәтижесінде астында успехтан қорқу, яғни сәттіліктен қорқу деген нәрсе бар. Яғни шынымен де оның әртүрлі проявленияларын біз қазір анықтаймыз. Өйткені біз бұл успехтан қорқудың жалпы айтқан кездегі қандай көбірек ойда болады. Бұлардың глубоко түрде ішінен андай бір сенім болады. Яғни установка, иә, мен лайық емеспін мына бір нәтижеге, результатқа, білмеймін, айына 1 миллион табуға, білмеймін, сразу 20 продажа болуға, білмеймін, командам 30 болуына, 40 болуына, 50 бойына мен лайық емеспін. Себебі мен деген кезде уже әртүрлі нәрселер шыға бастайды. До этого, мысалы, ондай адамдарда сен тек жақсы оқысаң ғана жақсысың, сен үйде жақсы уборка жасасаң ғана ты идеальная дочь, ты хорошая дочь деген сияқты әртүрлі похвалалармен әбден өзіне байланысты нәрселерді сендіріп тастаған адамдар. Яғни адамдар мені шынайы көрсе, мені қабылдамайды деп те қорқады. Неліктен? Өйткені оның, мысалы, мен лайық емеспін деген кезде қыз не істейді? Мысалы, оны ата-ана сен жақсы оқысаң ғана ертең адам боласың, жақсы оқысаң ғана сен нәтижелі боласың, бақытты боласың дейді. Окей, ол сабағын мықты оқуы мүмкін, ол өміріндегі нәтижелер мүлдем басқа, иә. Сол кезде ол жақсы оқу үшін қыз сыртқа қалай көріне бастайды? Ол удобный болып көріне бастайды. Кейбір кездерде жоқ деп айтпайды, кейбір кездерде өзінің графигін жылжытады, жаңағындай басқа адамдардың, мүмкін даже староста болып басқа адамдардың сабақтарын, тапсырмаларын орындап беруі мүмкін дополнительный деген сияқты. Бірақ оның ішінде қандай эмоция болады? Ішінде ненависть, ашу болады. Ё-моё, сонда мен болмасам осыны жасамайсыңдар ма? Сонда мынаны істемейсіңдер ма? Злость, ненависть болады. Бірақ бұл осы ішіндегі ненависть үшін ол қыз, ол адам өзін жек көре бастайды. Ол айтады, мен шынайы емеспін, мен адамдарға вот сыртта осылай деп күліп тұрамын, ішімнен мен осындай нәрселер жасаймын. Значит, мен көбірек жаңағыдай адамдармен взаимодействие жасасам, мен ішімдегі нәрсе көрініп қалады. Осы мына темная сторонам, который маған ұнамайтын, иә, и мен адамдар қабылдамайды, отвергать етеді деп ойлайды. Мұндай адам негізі көбінесе сыртқы образға идеалды көрінуге тырысады ше. Мысалы, жетістік, жаңағыдай бұл образдың, мысалы, осы успех, сол идеальный, осы күнге дейін бір идеальный құрап ұстап келе жатқан, бүйтіп сыртта сауыт қылып келе жатқан образын нығайтатын сияқты болып көрінгенмен, иә, соны сен успешно это стала, енді сен одан сайын мықты болып көрінгенмен, шын мәнінде сен ішкі нағыз өзің, шынайы өзің босаңсып кетеді, шынайылық талап ете бастайды. Сен іште қатты өз-өзіңмен конфликтовать ете бастайсың. Ішкі конфликтовать ету деген не? Яғни бір ойға байланысты сенің екі түрлі ойыңның бір-бірімен арпалысуың, алысуың, өзіңмен соғысуың, иә. То сен былай ойлайсың, то шешімді былай қабылдайсың, оған келіспейсің, тағы ауысасың деген сияқты. И сосын тағы да бір ой болады, жақсы нәрсе ұзаққа бармайды. Ну, по идее, бұндай адамдарда до такой степени осындай бір провалдан қорыққан сонша, олар өмір бақи сол нәрсеге дайындалады. Жақсы нәрсеге ұзаққа бармайды, соңында бәрібір провал болады, какой-то бір проблема болады. Лучше я буду к ним готова дейді да. Бұл адам жақсы нәрсеге ұмтылып, содан бір наслаждение алып қалайын деп емес. Мынаған лучше мен мынаны тез өткізіп жіберейін,
мына жасамай ақ қойсам да болады, бәрібір оның соңында өтеді, бітеді, кетеді, оның соңы бітіп қалады деген сияқты нәрсе болады. То есть өз өзін настроить етуі. Сондықтан сәттілікке жеткен сайын адам бір жерден құлап қаламын ба деген ішінде тревога. До этого адам и так-то многомиллионный тревогасымен келсе, мына жердегі успех оны одан сайын көбейтіп жібереді да, бактериялар сияқты қоздыртып жібереді. Енді сосын адам соңында өзімен өзі тұрады да, мұның бәрі не үшін, бәрібір ештеңе өзгермейді, лучше қоя салу керек, менен осылай жақсы нәтиже шықпайды деген сияқты сенімдер пайда болады. Негізі бар ма осы жердегі мен айтқан бір мысалдардың ішінде бөліскен ақпараттарым сіздердің ойларыңызда? Осы жерде жазып кетсеңіздер болады, өзіңізге самоанализ ретінде. И потом ол адамда не басталады? Ол адамда так, саботаж басталады. Ішкі саботаж дегеніміз не? Ол жаңа кеткенде бәрін біліп тұрып жасамау. Бұндай адамдардың проблемасы кейінге қалдырумен үлкен проблемасы бар. Олар дәл қазіргі сәтпен өмір сүре алмайды. Здесь и сейчас олар сезінбейді, денесін де, тәнін де, ішкі сезімдерін де, и олар всегда өзінің өміріндегі ескі опытқа қарайды да, бүйтіп призма жасайды да, болашағын примерно жоспарлайды да. Ну, потом я буду это делать, потому что дейді, потому что ол өзінің ескі опытын көрді, соған байланысты бір-екі сценарий менде құрастырды. Менде осындай бір-екі нәтижелер болуы мүмкін, даже менде атып кетіп мықты болып күшті болып кететін болсам да, пока емес, пока менің күшім жетпейді. Қазір дұрыс уақыт емес дейтіні осы. То есть здесь как будто бы дәл қазір, здесь и сейчас олардың бір успешный болып кетуіне идеальный уақыт емес сияқты. Потому что олар былай ойлайды. Бүйтіп мән беріп қарайды. Бүйтіп мән беріп қарайды айналасына. Қазір мен күшті болып кететін болсам, адамдарға мен осылай сөйлейтінім, мынандай бір істелеймін, мынау, мынандай бір нәрсе, мүмкін даже мамаммен осылай ұрысатыным, күйеуіммен осындай сөйлейтінім, мен осындай бір жалқау екендігім, кейде мен даже осындай агрессивный екендігім, осылай қатты ужасный женщина, мать, не знаю, екендігім көрінеді. Мен чуть-чуть осы нәрселерді реттейін, идеальный уақыт болады. Сол кезде мен мұны жасағанда сразу атып менде нәтиже болып кетеді деп ойлайды. И бұл кезде, естественно, бұл перфекционизм, яғни жасайды. Я буду делать когда-то, яғни қай бір кездерде де әйтеуір бір күні мінсіз болған кезде дейді. Енді бұл нәрсені өзгерту үшін не істейміз? Өзгерту үшін біз бірінші түсінуіміз керек, мінсіз нәрсе болмайды. Мінсіз не нәрсе болады? Мінсіз скульптурлар болады, картиналар болады. Яғни қарайсың, өте әдемі рамкада, түрлі түстілер, жаңағыдай бояулар бір-бірімен әдемі ұштасқан, картиналар бір-бірімен келісіп тұр, бір-бірімен баттасқан, иә? Или мысалы скульптурға қарайтын болсақ, мүсіндерге қарайтын болсақ, мінсіз әдемі жасалған, ананың бір артық дене бітімі, қиғашталғаны, бүйтіп ойлы қырмен қарап тұрғаны, басындағы мүмкін қойылған бір әшекейлерінің бәрі әдемі да. Әдемі, мінсіз ол жұмыс, бірақ ол шынайы емес. Түсініп ба? Ол шынайы емес. Ал біз шынайы адамбыз. Біз жалпы адам болғаннан кейін бізде ондай нәрсе болады. Сол үшін біз мінсіз болуы мүмкін деген нәрсе емес. Самооценкамызға емес, самоценностьқа мән береміз. Сіз уже дәл қазіргі нәтижеңізбен, дәл қазіргі опытыңызбен жеткіліктісіз, чтобы осындай нәтиже алуыңыз үшін. Дәл қазір осы жерде. Ол үшін біз не істейміз? Бәрі басалатын жер ол біздің ойымыз. Сен не ойлайсың, соны сезесің, жасайсың, немесе вообще жасамайсың. Саған жалпы адамдарға көбірек сату үшін көп оқып, көп тәжірибе емес, осыған дейінгі опыттарыңызды, жолыңызды мойындау керек. Және соны білуіміз керек. Өзіміз оны присвоить етуіміз керек. Біз көбінесе оны мойындамаймыз.
біз не істейміз оны какой-то вот знаете осы успехтан қорқатын нарцисстік особенно травмасы бар адамдарға ол бұл успех бір случайно болып қалған сияқты, случайно бір блогер реклама бергеннен кейін, случайно бір бірдеңелер бір дұға жасап кеткеннен кейін, случайно бір нәрселерді бір тыкать етіп жасап кеткеннен кейін ғана ол болып қалды дегенге сенеді да. Оның сол бір нәтиже болу үшін де осы күнге дейін оқығаны, басқа бір мыңғырық бес жұмысты жасағаны, сол әрбір мыңғырық бес жұмыста оның әртүрлі бір навыктар қалыптасқаны, даже мысалы общепитте жұмыс жасайтын болса да, общепитте жұмыс жасайтын болса да, ол жердегі дисциплина, адамдармен коммуникация келу, стрессоустойчивость деген сияқты навыктарын олар мойындамайды. Түсінесіз ба? И олар көп осы тәжірибелерін мойындамағандықтан өзінің личность, самоценность құндылығын, ол и так та құнды болып тұр да, и оның мына бір нәрселерге ол одан сайын тырысу керек деп өзін қамшылаған кезінде, ну извините, конечно, сіз өзіңізді одан сайын баса бастайсыз, иә. Баса бастайсыз, тұншықтыра бастайсыз, подавлять ете бастайсыз. Оны біз мойындау үшін не істейміз? Әрекетке көше алмауымыздың осы, қазір мен түсіндірем сізге. Әрекетке көше алмауымыздың осы жердегі мойындамаған кезіміздегі басты себебі біз былай жасаймыз. Қателессем мен жаманмын. Я ошиблась, все, это ужасно. Мен сыртта осындай идеальный келін едім, мама едім, білмеймін, инстаграмға социальный сеть вообще осы біздің идеализациямызды көрсететін идеальный картина. Вот. Қазір мән берсеңіздер, инстаграмда екі крайность. Біріншісі, вот мен таңертең тұрдым, кофемді ішіп отырып, әншейін бір клик баса салған едім, сразу менің счетыма келді да, білмеймін, $1 000 түсе салды. Мен идеальным, вот это. На самом деле бұл адамдардың ең соңғы нүктесі екенін ешкім біле бермейді. Бұл идеализациясының, бұл иллюзияның соңында тіпті оның құрастырылған, өзінің ойынан шығарылған образ екенін де ешкім білмейді. Адам соған қарайды да призма жасайды. Значит, я плохая. Мен жаман, мен ошибка жасадым. Вот я с первого раза вот сидела, тыкала, қарап көрдім, у меня не получилось. Адам өзін міндетті түрде идеализация жасаған кезде ол құнсыздандырады. Смотрите, адам никогда, вот бір адамды сіз жақсы көресіз, бір блогерді, экспертті қатты идеализация жасауыңыз мүмкін. Оның бір сөзі мықты, ойлары терең, разборы күшті, үстінде киген киімі. Короче, вам все в нем нравится. Ертең хопля бір ошибкасын, или там баласын гашокқа дұрыс емес отырғанын, или там тамақ жатқан кезде ол столын сүртпей лас жерде отыра беретінін, или там білмеймін да, кофені былай емес, вообще былай ұстап ішетіні оған ыңғайлы екен. Оған вообще мына орамал мұж-мұж болса да үтіктемей кие беретіні нормально болса да, сізді такая, ё-моё, что это было? Это же ужасно, дейсіз. И дәл осы проекция сіздің ішіңізде де бар. Неге жаңа айтып кеттім, сіз бір уақыттарда өзіңізге қатты сеніп кетесіз да, бір нәрсе уақыттарда мүлде сенбейсіз. Вот болады ма? Болады ма осы нәрсе? Давайте здесь анонимно ғой, енді жазып жіберіңіздер. Бір кездерде вот мен осындай столько у меня есть энергии, идей, мен қазір тұрамын да, осы идеялардың бәрін қалай үлгеріп рилсқа жасап қалсам екен, мен мыналардың бәрін жасап тастаймын, менде күш көп, энергия көп, все, мен какой-то бір хакунула вот эту систему, мен таптым құпиясын дейсіз да, и бір аптадан кейін вообще говно. Нәтиже болмайды, маған қоя салу керек. Бұған мен бекерден бекер күш жұмсап жүрмін, бекерден бекер нәтиже менде шықпайды, адам болмаймын деген сияқты, и бүкіл провалдардың бәрін есіңе сап шығасың. Бұл бы хорошо, да, если сен сол ситуацияда в реальности қарап тұрып, так, мынау
мынау реально ошибка болды, потому что деп біз реальностьпен қарап анализ жасамаймыз да, а просто тұрамыз да осы идеализациядан кейін құнсыздандырғаннан кейін өзімізді бүкіл осыған дейінгі ошибкаларымыздың бәрін есімізге түсіп шығамыз. Ну, бұл өте үлкен нәрсе. Аха. Енді смотрите. Так. Енді смотрите. Одан кейінгі нәрсе, мен дайын емеспін. Жұрт мені біліксіз деп ойлап қалса ше. То есть бұндай адамдардың ойларында өз-өзін бір идеальный, айтып отырмын ғой, жаңағы бір нәтиже болу үшін, то есть оған бір счетына білмеймін да, 100.000 теңге, 150.000, 200.000 теңге түсіп тұру үшін ол адамның қандай күнделікті өмір сүруі керек деген бір образ бар. Ол образ мүмкін, ол ер адам таңертең 6-да тұрады, үйіне күшті болып қарайды, такая расслабленная, таңертең медитациясын жасап алды, кофесін ішіп алды, баласы садикке жібереді, ананы істеді, баласы жылаған кезде вообще реакция танытқан жоқ, она такая принимающая мама, такая идеальная. И оны жұрт сонда үйінің атмосферасы осындай таза, өзінің шашы жаңағыдай майсасы тұрған жоқ, ол пахнуть жаңағыдай, қалай айтсам екен, бір лаванда, бір мысалы ванильді бір гүлдермен үстінен иіс шығып тұр да жаңағы әйел. И сосын сондай бір образдан кейін өзінің ойындағы деп өзіне қарайды. Бүйтіп өмір сүріп отқан жоқ. И вообще мен таңертең 6-да тұрмаймын. Мен балаларым жыласа мен жылаймын. Иногда ашуланам. Иногда олардың мен айтқан нәрселерін мен көтере алмаймын. Или там болмаса тұрады дағыны былай жасайды. Мен шомылғаныма қанша күн болды. Вообще мне все, өмірдің бәрі скучно. И мен адамдар келді, мен сұрақ қойды. Енді біліксіз екенімді түсініп қойды. Как будто ол бүкіл жерде, то есть ол адамның ойында өзі жайлы сондай определенный бір образ болды. Ол бәрін бірден білу керек, оқу керек, когда бәрін оқып біткеннен кейін ғана ол практика жасай алады. Ол бір әрекетке көше алатын, консультация жасай алатын, білмеймін, отношенияға түсе алатын, бүкіл нәрсені прорабатывать етіп өзгерткеннен кейін ғана барып әрекетке жасап, осындай бір өздеріне глобальный бір ойларды қоя бастайды. Екіншісі, смотрите, бұндай кезде біз не істейміз? Ойланып көрдіңіз ба? Вот вам не помогает. Вам не помогает мақұл асызын жасай берейінші деген сөздерде, тамшылар жаңа не етеді дегенде, тамшылар тама берсе тас теседі дегенде, дұға жасау, мүмкін даже тахаджудке оянғанша қарсы таңертең. Бірақ с каждым разом өзіңіздің правалыңызға келгенде өзіңізді наказать ету көп. Бұндай адамдар сыртты наказать етпейді. Іштей өз-өзін наказать етеді. Бәрі дайын болғаннан бастаймын. Идеальный болған кезде жасаймын. Вот мен бірден отырдым. Бірінші мен продажа жасау үшін фотосессия жасаймын. Фотосессия жасап алдым. Енді мен осындай бір школаның жаңағыдай 1045 нәрсесін оқып болғаннан кейін, бітіргеннен кейін, мен запускке кірсем. Так, мен осылай сторис түсіріп жатырмын. Бұл да болмайды, мен iPhone алған кезде жалғастырам. То есть, как будто бы все условия, жаңағы мүмкіншіліктеріңіздің бәрі басқаша на высшем уровне болу керек. Негізі бұның барлығы сыртқы фантик. Өйткені бұл адамдар
осы сырттағы, осы іштегі өзінің шыңғырып жатқан даусын, пустотасын, өзінің травмасын естімес үшін, тіпті онымен справляться ету үшін просто осы сырттағы нәрсені көре салады. Вот мына пәленшеев түгенше үстіп жасады, үстіп оқыды, оказывается ол инфосыған болып шығыпты ғой, соңында масқара. Мына сайттардың барлығында деген ол жаңағы налогын төлей алмай қашып жүр деп жүр ғой ол. Немесе үстіп бір адам нәтиже шығара алмадым деп жаңағыдай үстіне арыз жазып жіберсе қайтем деген сияқты. Для меня это как будто бы стыдно да ше, провал ше, ол адамдарға қорыққаннан бұрын да ұят. То есть олар соншалықты қорықпауы мүмкін құлап қалудан, бірақ құлағаны үшін ұялады да ше, ұялады жаңағыдай. Соншалықты бір құрған бетіне маскасы идеальный болып шыққан образы мінсіздігінің барлығы түсіп қалды ғой. И шынайы өзі көргенде сол шынайы бет бейнесінен ұялады да. И сол ұялу сезімі, ұят сезімі оларға қорқынышты. Біз қазір осы жерде, мына жерде біз өзіміздің самоценностімізді анықтау алдын, отбасыда біз нешінші бала болып келгенімізге байланысты бизнес сатуда болатын қорқыныш пен өзіміздің мықты тұстарымызды айтып кетемін. Бірақ қазірге жалғастырсақ. Негізі отбасыдағы балалардың көп болуы, аз болуы, тұңғыш, орта, кішкентай болуы көп нәрсеге баланы үйретеді. Неге? Өйткені именно балалардың бір-бірімен взаимодействиясы, анасының махаббатына, әкесінің махаббатына таласуы, үйдегі структура баланың бизнеске де сол нәрсені алып келетініне негізі жаңағыдай қандай қорқыныштары, травмалары оянатынына байланысты көп нәрсені береді. Допустим, үйдің үлкендері, ортаншысы, кішкентайлары қандай болады? Үйдің үлкені оларда өте көп жауапкершілік болады. Олар жауапкершілікті жақсы сезіне алатын жан болады. Өйткені ол осы уақытқа дейін өзінің жаңағыдай кішкентайлар үшін жауапкершілік алған. Вот сендер шуламай отырыңдар, ойнаңдар, тамақтарыңды жеңдер, мультфильмдерін көріңдер, қиратпаңдар, терезеден секіріп кетпеңдер, сен осының бәріне қарап отырасың деген сияқты үлкенге какой-то бір жауапкершілік беріп үйретілген, иә, бұл бір. Екінші, сосын үйдің үлкендеріне көбінесе олар бірінші болғанына, олардың алғашқы болғаны үшін өте көп поглаживание, өте деп қарау, оған от үйдің үлкені деген сондай преимущество беруі көп болған. Бірақ ол осы качестволар, оны бизнесте осы лидерлік качестволарын олар жақсы аша алады. Олар сол көптеген бір істерге жауапкершілік ала алады, көптеген бір нәрселерге шешім қабылдағанда жақсы, топ бастағанда жақсы көтеріледі. Бірақ осы именно үйдің үлкендері конкуренцияға сезімтал болып келеді. Конкуренция олардың уязвимый тақырыбы, потому что үйдің үлкенінен кейінгі артынан екінші бала келеді ғой. И екінші бала келген кезде үйдің үлкені тұрады былай. Оған до этого берілген махаббаттың, уақыттың, вниманияның барлығы екінші балаға кетеді. И сол үшін ол конкуренцияға сезімтал болады. И конкуренцияға сезімтал себебі жасап жатқан әрекеттерінің көп нәрсесін ол сол арқылы кейбір кездерде екінші бала үшін де критика естейді, сын естейді. Бұрынғыдай оған көбірек бір қарамаған болуы мүмкін, мән бермеген болуы мүмкін. Или болмаса жаңағы екінші бала болғаны кішкентай болған үшін соған көбірек пространство кететіндіктен ол бұрынғыдай сүйікті болмай қалуы мүмкін. И үйдің үлкендері болған балада көбінесе екінші болу, немесе екінші болып кіріп келу, бір жасап қойған, бір ойлап жүрген идеясын басқа біреу жасап қоюы, или там сол бір салада бір конкуренциясы сәл одан бір көбірек продажа или көбірек бір басқа нәрселерді жасаған көру, сезіну невыносимо. Для него невыносимо. Енді ортаншыларымыз қандай? Ортаншылар олар өте адаптивный болады.
ортаншылар өте адаптивный болады, олар гибкий болады. Сол гибкостьтары мен үйдің ортаншылары, ол өйткені сразу конкуренциялық ортада келді ғой, ортада пайда болды ғой. Бірақ конкуренциялық ортада пайда болғанымен, келгенімен, олар либо мысалы оқуда, сабақта, бизнесте успешный болады, либо өте проблемный балалар болады. Өте проблемный неге? Өйткені как бы қарасаң, үйдің үлкені үлкен болған үшін көп внимание алады, үйдің кішкентай кішкентай болған үшін көбірек внимание алады, ал ортаншысы нечем? Либо ему придется жаңағыдай успешный болуға, көбірек жасап жатқан ісіне жетістікке жетуге, білмеймін, оқуға болсын, либо көптеген проблемалар арқылы проблемалар болады. И жаңағыдай оның ата анасы, ол оның проблемасы жаңағыдай шешу барысында оған көбірек көңіл, өзінің махаббатын, жаңағыдай болмаса просто уақытының өзін арнайлығаны бала үшін роскошь болып саналатын болады. И бұлар бизнеске келген кезде негізі особенно дағдарыс моменттерде ортаншы балалар өте гибкий болады, күшті прям алып кетеді. Жаңағыдай бір нәрселерді шешу, внимание алу, подстраиваться ету, өзіне керек каким-то любой кез келген способпен алып өзіне добиться ету, бұл ортаншы балалардың бар нәрсе. И олар сол бір нәрсені бизнесте олар жақсы пайдаланады, сатуда. И вот знаете, бірақ олардың жаңағыдай қалай айтсам екен, әлсіздігі болмаса уязвимый тұсы, қорқынышы бұл, м, я недостаточно хороша, яғни жеткіліксіз жақсымын деген ой көбірек болуы мүмкін. Мен мысалы бірінші баладікіндей секілді или там кішкентайдікіндей секілді емес, какой-то бір нәрсе жетіспей тұратын сияқты. Онда іштей бір гонкамен бір үнемі бір идеальный болуға, идеализация тырысуға өте көп болады бұларда. Енді кішкентайлар қандай? Кішкентайлар үйдің кішкентайы, олардың уже ата-анасы көбірек бұларды зрелый возрастарда көбінесе босанып жатады, иә, кішкентайлар. И бұдан кейін уже ешкімді босанбайтынын осознать еткеннен кейін, осознать еткеннен кейін уже кішкентай балаға бәрібір подход басқаша болады. Көбірек үлкеннен қарағанда кішкентайдың қателіктеріне, еркелігіне, бұзықтықтарына нормально қабылдайды, более принимающий болады. И оның әрбір жасап жатқан бір көп әрекеттеріне осындай бір жаңағыдай қалай істесем екен, сүйсіну көп болады. И сол бір махаббатты бала көбірек алады. Бірақ кішкентай бала, мәселен сол нәрсе уже ол конкуренттік ортада нетіп тұр, туылып тұр. Конкуренттік ортада туылып тұрса да өзінің кішкентай екендігімен ол өзіне керекті көңілді махаббатты алып тұр. И ол қандай қателік жасаса да, ол нәрсені ата-анасы более мына жақтағыларына қарағанда принимающий болғандықтан көп кішкентайлар негізі әртүрлі нәрсеге бір жасап көріп бастайтын адамдар болады. Олар жаңағыдай бір нәрсе, бір бизнес ашады, кетіп қалады, екіншісін ашады, кетіп қалады, жаңағыдай әртүрлі провалдарды көреді, жасап көреді, байқап көреді, сондай болады да. Бірақ олардың мысалы үйдің үлкені мен ортаншысындағыдай өте үлкен бір мотивация жоқ. Ол істі бір до конца бір қарап көретіндей ше. Өйткені олардың ішіндегі мотивациясы жаңағыдай ну, меня принимает осындай деген сияқты бұларда көбірек среднестатистический негізі осындай. То есть негізі әр үйдің системасы әртүрлі. Әр үйдің системасы әртүрлі. И біз әр үйдің системасы әртүрлі болғандықтан бұл единый форманы біз бәріне кигізе алмаймыз. И маған қазір тапкамен комментарияда почтымды шығарып отпаңыздар. Бізде ондай емес, вот мен мұндай емес, менде мұндай емес деп олай доказывать етудің қажеті жоқ. Адамдар әртүрлі. И негізі ол орташа формамен алған кездегі нәрсе. Түсіндік қой. Енді қараңыздар. Үйдің үлкені, ортаншысы және де кішкентайы мамандық таңдауда, особенно бизнес сату бойынша кейбір іс-әрекеттерге келген кездегі
ол үйінің бір отбасының бір системасына да байланысты, отбасындағы мифтерге де байланысты. Қандай? Мысалы кейбір отбасылар айтады, біз вот осы медиктер, біз медицина саласындағы отбасымыз, сен де медик боласың, жаңағыдай сен де врач боласың, сен де әйтеуір бір хотя бы как минимум медсестра боласың, әйтеуір сондай біреу болу керексің, біздің әулетіміз осындай, біздің атамыз профессор болған, сен сондай 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 деген сияқты. И біріншісі бұл. Екіншісі, кейбір отбасылар, вот біз осындай удачливый отбасымыз, өте бір жолымыз болып кетеді, бүйтіп бүйтіп налетать етіп кетеміз, көтеріліп кетеміз, жүріп кетеміз, осындай дейді бір. Иә. И болмаса тағы да бір отбасылар болады, біз сондай бір неудачный отбасымыз, бір проблемадан екінші проблемаға, біріншісіне шықсақ екіншісіне шығамыз, осындай қарыздан қарызға, солай әркімнің көмегімен әйтеуір сөйтіп келе жатқан адамдармыз деген сияқты. И үшінші бір, то есть төртінші бір тағы да бір нәрсе бар, олар мынандай. М, бізге былай, біз қарапайым болып өмір сүреміз, біз қарапайым адамдармыз. Бізге былай көтерілудің қажеті жоқ, еще біз еңбек сүйгішпіз, еңбекқормыз, бәріміз пахармыз, манау да мамасы да папасы да баласы да інісі де кішкентайынан жұмыс жасайды, бәрі семейныймен жұмыс жасайды, жұмыс жасайды деген сияқты. И бұндай отбасыларда мысалы адамдардың мазохизмі, проблемасы демалумен болады. Неге демалумен? Өйткені оның жаңағы отбасылық мифін бір орындамаған кезде, то есть бала, ол бір зерттеу барысында ғана ашылатын нәрсе, негізі ол бір кәдімгі бизнес консультацияларда, иә, орындамай жатқан кезде бала тұрады да, жаңағыдай өзін демалып жатқан үшін, басқа бір жеңілірек бір профессия таңдап жатқан үшін, жеңілірек профессия болса да, мысалы бизнестің бір жеңілірек осындай бір масштабный бір структура сатуы бойынша бір әрекеттер жасайтын болса да, балада өзінде чувство вины болады, как будто бұл отбасын сатып кетіп жатқан сияқты. Или болмаса жаңағыдай медицина, біз осы военныйлардың отбасымыз, біз осылай тек осындаймыз дегендер, мысалы бизнеске келетін болса, иә, ол жаңағыдай отбасының айтқан жаңағыдай мифін орындамай, иә, қатты внутренний конфликт болады адамның өз-өзімен бірге. Ол өзінің отбасын сатқанын, әулет сатып кеткен сияқты, белая ворона сияқты, қолдау жоқ сияқты, как будто оны ешкім түсінбейтін сияқты, ол проблемалармен жалғыз бетпе-бет қалған сияқты. И вот смотрите, мен бұны не үшін айтып жатырмын? Адамда осындай нәрсені, бұл бәрі бессознательно, иә. Осындай болып тұрған кезде адамда как минимум өзінің ішіндегі стресспен справляться ете алмай жатқан кезде, мына жағындағы нәрседен мы защищать етеді оны. Түсіндік па? Сен мынаны жасамай ақ қой. Бізде и так мына жақта өзіміздің мына жақта кішкентай ошибкамыздың өзімізге біз сын айтып жатырмыз, ұрсып жатырмыз, критиковать етіп жатырмыз. Мына жақ бізге қажет емес дегендей. Енді так, біз мына жердегі самоценностімізға байланысты. Самоценностіміз біз өзіміз қалай нормализовать етеміз, болмаса жаңағыдай ортаға өзіміздің құндылығымызды өзіміздің алдымызда ашамыз. Бұл бірінші, біз осы күнге дейін оқып шыққан бүкіл мамандықтарымызды, курстарымызды, алған нәрселерімізді, қанша клиентпен жұмыс жасадық, қандай адамдармен жұмыс жасадық, даже сіз общепитте, тойханада жұмыс жасаған болсаңыз да, солардың барлығын жазып шығасыз. И смотрите на этот листок и смотрите, столько у вас опыта. Сізде қаншалықты әрбір сол бір проблемалар, сол кездегі білмеймін, сіз шеше алмаймын, істей алмаймын деген нәрселердің бәрінен сіз өттіңіз, жасадыңыз, какой-то сізде ішіңізде, жүрегіңізде соның бір күші қалды. И сол нәрсені сіз өзіңізге алуыңыз керек. Меня уже достаточно. Мен дәл қазір осы жерде мына опыттардың барлығымен келіп, мен өзімнің успехімді, өмірімді, жетістігімді, жолымды жасай аламын деген. Түсінікті болып жатыр ма? Сұрақтарыңыз бар ма осы жерге дейін? Амина? Мгм. М, мгм. Тамаша. Так. Мгм.
Әрекет пен эмоция арасындағы онда байланысқа келейік. Так, былай отырсам былай, былай отырсам былай, окей, нормально. Әрекет пен эмоция арасындағы байланыс. Негізі біздегі эмоциялар бұл отын. Кез келген нәрсені жағып жібереді, болмаса оны ағаш етіп, лестница етіп, оны жоғарыға да көтерілуге болады. Бірақ біз оны қандай күйден жасап жатқанымызға мән беруіміз керек. Вот прям представьте, сіз соңғы әрекеттеріңізді қандай күйден жасап жүрсіз? Да, естественно, адамдарға сіздің даже тревогамен, саботажбен жасап жатқан хаостың движенияларыңызда сезіледі. Сіз кейбір адамдардың мысалы стористерін қарайтын болсаң, боже мой, мынау не болып жатыр деп ойланып қарап қаласың. И бұл біздегі қорқыныш, тревога мен мазасыздықтан, паникадан жасалған нәрсе. Адамда паника, тревога көп болған кезде либо өте көп хаос движениялар жасай бастайды, или мүлде жасамайды. То есть бұл нәрсенің бәрі іште уже тұншыға бастайды. И екінші бұл жердегі біздің түсінуіміз керек нәрсе, сіз шабыттан жасап жатсыз ба? Вот өзіңізге сұрақ қойып көріңіз. И психика үшін негізі безопасность любой способпен болуы бұл маңызды. Жаңа мен айттым ғой, мына жақта мынандай бір нәрселер болуы мүмкін, ол да сіздің травмаларыңыз, жаңа конкуренция болу, сіздің бірінші болмағаныңыз үшін кейде сіз сынау, отвергать етілу деген сияқты травмаларыңыз ашылған кезде, ол психика үшін қауіпсіз емес, небезопасно. И ол сізді шайқай бастайды. Сіз сопротивляться ете бастайсыз өз-өзіңізге. Осы кезде сіз өзіңізге сұрақ қойыңыз керек. Қаншалықты мен қалаған нәрсеге, армандаған нәрсеге дайынмын? Қаншалықты сіз не қалайсыз? Жазып жіберіңізші. Осы какой-то бір ожиданиямен, ниетпен кірдіңіз ғой. Ол Вилави және Тайга компаниясы бойынша нелер ма, продажалар ма? Или жалпы социальный сетте проявляться етіп сату ма? Мгм. М, мгм. Денсаулық түрде біреуге пайдалы болу. Мгм. Смотрите, сіз қазір, чтобы адам не қаламаса да, бақытты отношения, ақша, үлкен бір высокий, жоғары бір должностар, слава, үлкен бір признание болсын, бұның барлығы сыртқы әлемнен сізге келетін махаббат. И бұның барлығы не нәрсені білдіреді білесіз ба? Бұның барлығы сізде до этого болған жоқ. Значит, сіздің психикаңыз үшін бұл небезопасно. Сол үшін де біз ортада төмен түсеміз, сливаемся, кейде бір жаңағыдай жұмысымызға критика айтамыз, деструктивный әрекеттер жасай барамыз, сенбей етеміз. Потому что біздің психикамыз үшін бұл новый уровень. Біз новый уровеньге біз жаймендеп көтерілуді таңдауымыз керек негізі. Психиканың әр деңгейге үйрену керек. Сақтай алу, көбейту, управлять ету. Негізі осы үш топқа бөлінеді. Мәселен, байқасаңыздар, көп бір табыс таптыратын курстарда топпен бір давай, давай, давай деген кезінде сен бір жасамайтын бір потолоктан жасап тастайсың да. Мысалы, сен қазір 200 мың теңге тауып жүрсің, сол кезде бір 1,5 миллион или бір 2 миллион деген сияқты бір суммалар жасап тастауың мүмкінсің, бірақ одан кейін сен өзіңнің еңсеңді көтере алмайсың. Потому что сен өзіңді гонять еттің, жасадың, да, у тебя получилось это, қолыңнан келді, бірақ сен
миыңның до такой степени бүкіл ана защиталардың бәрін ысырып түстің да ше, сен арасында ауырдың, құладың, сүрдің, вот я это сделала дедің да, бірақ өмір сонымен бітпейді ғой. Сен ары қарата ол нәрсені умножать етуің керексің, ол көбейтуің керек, сен ол нәрсені әрекетін жалғастыруың керек, ал ол сенде нәтиже жоқ. Жаңағы сен ешқандай навыкты алып шыққан жоқсың, сенде көбінесе ол нәтижесінде травма алып шығасың. Сондықтан біз өзімізді жаймендеп өсуге мүмкіндік беруіміз керек. Бірнеше қадамдар жасағаннан кейін біз оны сақтауымыз керек. То есть, допустим, сіз қазір айына 200 мың теңге тауып алсаңыз, 500 мың теңге болмаса білмеймін да, x2 ғана сіз көбейтесіз. Мысалы 400 мың теңге болса, 400 мың теңге табу үшін сіз определенный бір 2 ай бойына бір действиялар жасауыңыз керек. Окей, супер классно, сіздің уақытыңыз бойынша сол кездің өзінде сопротивлениялар көтеріледі ше. Жаңағыдай қорқынышыңыз болады, жасай алмай қалам ба, не бастамаған, анау ма мынау ма деген солардың бәрін примерно более-менее стабильно етіп өтесіз, успокойте себя, новый опыт аласыз, сенім аласыз. Сенім бұл установка аласыз. И 400 мың теңгені алғаннан кейін соны сіз сақтайсыз 1, 2, 3 ай. Тура сол действияны жасап, 3 ай тура сол сумманы табу. Уже миға сол алған сеніміңіз, опытыңыз, парттарын, новый ақша табу, адамдармен коммуникация жасау для вас не страшно. Не страшно. Миға жаңағы сіңген новая установка уже подтверждена. Значит, для нас это безопасно. И соны көбейтесіз. Какой-то бір действияға. Білмеймін, 400 мыңды 800 мыңға. Болмаса 400 мыңды 600 мыңға. Сізге ыңғайлы суммаға. И оны 600 мыңды тағы да білмеймін, 4 ай, 3 ай тағы тауып сақтайсыз. И соны сақтау барысында сіз оны управлять ете бастайсыз. Неге мен бұл жердегі эмоцияны қостым? Өйткені біз көбінесе эмоциямыз арқылы, когда бізде ақша жоқ, бізде өзіміз тарығып тұрғанда, қысылып тұрған кезде біз тұрамыз да былай жасаймыз. Ладно, мен мына сумманы скидкаға бере салайыншы, мына адам енді келіспей тұр ғой, ала салсыншы деп біз ол адаммен жұмыс жасаймыз, бастаймыз, бірақ ол адамды біз не потянем. Ол адамның әрбір сөзі, жасағаны, ақшасы раздражать ете бастайды бізді. Ладно, келісе салайыншы деп келіскен нәрсем ше. Сол үшін бірінші кезектегі нәрсе біз эмоция мен сезімдерімізді чистка жасап үйренуіміз керек. Үйді біз генерализировать етеміз, то есть үйді тазалап шыққанда эмоцияларымызды тазалау. Отырасыз, ол үшін мысалы таңертең, негізі таңертең кез келген уақытта тыныш уақыт болса жеткілікті. Сіз жатасыз, терең тыныс ала бастайсыз и денеңізге үңілесіз. Денеңіздің әр жерінде әртүрлі сезімдер болуы мүмкін. Арқаңыз ауырлап кетеді, есінейсіз, ұйқыңыз келіп кетеді, жауырындарыңыз ауыруы мүмкін. Кеудеңіз қыса бастағанын сезуіңіз мүмкін. И сосын тұрасыз. Егер бұл денемдегі, білмеймін да, миымдағы, мойнымдағы, басымдағы ауырлық сезім болса, қандай сезім болатын еді? Не сіз айтасыз, жаңағыда білмеймін, қорқып тұрмын, үлгермей қалатын сияқтымын, бұл ашуланып тұрмын, потому что у меня не получается, білмеймін, мен қатты возбуждаться етіп тұрмын, потому что өте көп идеялар көп менде, қысып тұрмын мотор сияқты, бірақ мен білмеймін, істей алмай қалатын сияқтымын, сондай ойлар болып тұр деген сияқты. Сол кезде терең тыныс аласыз. Асықпай терең тынысыңызды шығарасыз. Мен бұл сезімге орын беремін. Сол кездегі тәніңіздегі больді сезіне бастайсыз. Мен қазір қорқып тұрмын. Демек, мен үшін бұл маңызды. Мен өмірімде алғашқы опытты жасап жатырмын. Өз тарихымдағы жаңа жолдарды жазып жатырмын. Мен үшін непривычно болуы, түсініксіз болуы,
қателесуім, қорқуым нормально дейміз. И прям можете себе так похлопать. И өзіңізге мына сұрақтардың барлығына жазып алып жауап беріңіз. Сіздің жасаған әрекеттеріңіз арқылы пайда қандай? Сол нәтиже, пайда маған не үшін керек? Қандай өмірдің күйі үшін, состояниесі үшін? Қандай кеңдік пен еркіндік үшін керек? Мен не үшін нақты осыны істеуім керек екенін түсініп тұрмын ба? Маған бұл не береді? Қандай күй, қандай сезім, қандай мүмкіндіктер? Осы мүмкіндіктер маған шынымен керек пе? Соларға дайынмын ба? И сол нәрсені мен қолдана аламын ба? Потому что біз какой-то бір 200 мың білмеймін да доходқа жаңа просто так иә алдым иә 200 мың теңге доходтан сіз 400 мыңға шықтыңыз и сол кезде сізде сол доходты жоғалта алмаудан сізде тревога басталады, қорқа бастайсыз. Мынаны еле жасап келген кезімде мен мына кругты тағы да айналып өтетін болсам мен үшін невыносимо деген нәрсе тұрады. Яғни то есть сіз уже білесіз қалай жасау керек екенін, сіздің қолыңыздан келіп тұр примерно, и сіз керекті өзіңізге мүмкін признанияңызды, махаббатыңызды да алған болуыңыз мүмкін. То есть миыңызға, психикаңызға таныс, бірақ соған тәуелді болуыңыз оны жоғалтудан қорқатыныңызда. То есть сол кездегі сіздің ішкі опораңыз уже шататься ете бастайды. Мындай тонкий бір пышақтың жүзімен жүріп қаласың ғой кейде ше, жұқа бір лёдтың үстімен жүргендей болып. Вот сол күй осы, то есть нәтиже уже сізде болған кезде уже сол обостряться ету состояниесі осы. Яғни не справиться ете алмай қаламын дальше. Мен бұның бәрін удержать ете алмай қаламын өзімде. Мен қателікті көбейтіп алсам, одан сайын мынаның бәрін жоғалтып аламын. Деген сияқты, все-таки это все не для меня. Что мен жеткіліксізбін, меня недостаточно деген нәрселер көтеріледі. Негізінде бұның барлығы страх стыда, то есть ұят деген жаңағыдай страхтан туындайды. Сондықтан осы сұрақтар мен қазіргі жазған кәдімгідей сол нәрсені заземлять етуге, вот бүйтіп көтеріліп бара жатқан тревоганы кәдімгідей басып, өзіңізді осы жерге түсуге көмектеседі. Енді сенің нәтижең мен эмоцияң екеуі екі түрлі бөлек нәрсе екенін ажыратайық. Нәтиже ол сіздің жасап жатқан бір әрекетіңіз бен ниетіңіздің тұрақтылығына байланысты болады. Ал эмоция – это эмоция. Сол кездегі белгілі бір нәрселерге сіздің реакцияңыз. Бірақ ол сіздің жаңағы непрофессионалды екеніңізді де білдірмейді. Допустим, какой-то бір адамның сізге келіп детально бір сұрақ қоя бастағаны до такой степени біздің кейде өзімізбен контактымыздың болмағаны, одан бір детально бір сұрақ қоя бастаса, чтобы у нас покупать, біз злиться ете бастаймыз. Бәлем, мынаның өзін білмейді ма сонда? Мынаны түсінбей ма сонда? Или бұл әдейі сұрай ма? Это ж понятно деген сияқты бізде ол адамға деген раздражение туындайды. И плюс ко всему этому екінші нәрсе какой-то вот знаете, ол адам бізден сәлден сатып алмаса, отвергать етсе, допустим, сіз все у меня не получится, бүкіл адам менен сатып алмайды, все деп қуып кетпейсіз. Просто вы ему не понравилось.
Сіз ұнамадыңыз оған. Эксперт ретінде, маман ретінде товарыңыз ұнамады. Просто товарыңыздың ақшасы ұнамады. Просто болды. Түсінесіз ба? То есть бұл сіздің какой-то бір мынаяқта бір оқып келген многомиллион опытыңыз отырып көз жасыңыздың бір сығып жасап жатқан бір әрекеттеріңіздің бір нәтижесіз болғанынан емес. Понимаем, да? Екеуі екі түрлі нәрсе. Ажыратыңыз кәдімгідей. Иә, мен осындай 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 маманмын, бірақ мен мына адамға ұнамай қалдым. It's okay. Сіздің сөзіңіз, сөйлеу манеріңіз просто ұнамай қалуы мүмкін адамға. Иә, олай да болады. Бұл қадамдарды сіз ол кезде өзіңізге сұрақ қоюыңыз керексіз да. Бұл қадамдарым, то есть сіз айтқан шагтарыңыз, сіз күткен нәтиже бермеуі мүмкін екенін мойындай аламын ба? То есть негізі адекватты провал болса да, отказ болса да, отвергание болса да, сізден бас тартса да, сол нәрсені выдержать ете алу, вот это такое взрослость, зрелость дегеніміз негізі осы. Бұл қадамдарым, менің жасаған қадамдарым, бір стратегиялар мен күткен нәтиже бермей қалу мүмкін екен мен мойындаймын ба? Или я такая идеальная, я такая все проработанная, мен осы шагтар жасадым, керек нәрсені заземляться еттім, енді мен точно пайда болу керек деген нәрсемен жүрмін ба? Осы кезде біздің кәдімгі нарциссттік травмам жемедеп ете бастайды, түсе бастайды. Сіз даже солай болса да, өзіңізді даже солай нәтиже бермесе де қалай сезінесіз? Эмоционалды және де практикалық тұрғыдан сіз ол нәрсеге дайынсыз ба? Осы нәрсеге сұрақты жауап беріңіз өзіңізге. Понятно? Сұрақтарыңыз бар ма осы жерге дейін? Шаршап қалмадыңыздар ма? Амина? Мгм. 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 М. Окей, понятно. Давайте жалғастырайық. Бәрі жақсы болса жеткілікті. Сатылымда енді эмоцияға кіріп кетпей, то есть біз эмоцияларымызды біздің әрекеттерімізге нәтиже жаңағыдай влиять етпес үшін біз не істейміз, оны подавлять етпейміз, біз тұншықтырмаймыз, оның бар екенін просто мойындаймыз. Бірақ мысалы бүгін что-то настроением болмай тұр, бүгін мен эфирге шықпай ақ қойсам екен, сторис салмай ақ қойсам екен, пост салмай ақ қойсам екен, или клиентке жауап бермей ақ қойсам ба екен демей жасауымыз үшін тұрақты түрде өзімізге мына бір әрекеттер жасаймыз. Клиент алмаса мен нашармын деген сенімнен бірінші соған разбор жасайық. Клиент жаңа айтқандай алмаса сіз нашар емессіз, просто вы ему не понравились. Товарыңыз, эксперттілігіңіздің бір бөлшегі, оның сізге келген адамның өзінің де бір шекарасы бар. Оның да өзінің алғысы келетін маман бойынша бір өзінің ойында ойы бар, фантазиясы бар. Оның да бір курс сатып алатын, білмеймін, бір нәрседе оқығысы келетін адамның бір өмірлік образы болуы мүмкін. Мен оқығым келетін адамның өмірлік образы осындай. Сен бәрін білемін дейсің, бірақ сен өйтіп өмір сүріп жатқан жоқсың. Поэтому я у тебя не буду покупать дейді.
Или там мен осындай нәрсені жасаймын, бірақ сен күйеуіңмен отношениені салмайсың. Что-то у тебя проблемы с таким-то какие-то, я так понимаю. И я лучше не буду, потому что мен сенің экспертілігіңе соншалық сеніп тұрған жоқпын дейді. А хотя мына нәрсе мен мына нәрсе екеуі бір-біріне сәйкес келмейді. Клиент алмаса, просто сіз прям реальность түрде сұрай аласыз. Не нәрсе жеткісіз болды сізге? Не нәрсе жеткіліксіз болды? Неге сіз менен сатып алудан бас тарттыңыз деген сияқты сондай бір опрос жасап көрсеңіз де болады. Просто сіз бұл нәрсені мен не үшін айтып жатырмын, что из взрослой части сіз здесь и сейчас өзіңізге келе алатындай. Сіздің әрекетіңіз себебі сіз жайлы, ол адамның әрекеті ол жайлы хабар береді. Қазір вау деуіңіз мүмкін, бірақ сейчас смотрите, тағы айтып жатырмын. Сіздің осы отказ алғаннан кейін жатып қалатын болсаңыз, ол сіз жайлы айтады. Что? Динара вот осындай личность. Ол осы стresспен справляться етеді. Или жатып қалмай, барып клиенттен сұрап, нормально деп оны қабылдап, дальше барып өміріңді сүріп, бір әрекеттер жасап, опыт алып жүріп кету, Динара деген личностьтің тағы да бір әрекетін береді. Понимаете? Ал жаңа сізден отказ жасаған, алмаған адамның да әрекеті ол жайлы. То есть это не про вас. Прям ажыратыңыз ше, прям ажыратыңыз. Түсінікті ғой? Самый үлкен нәрсе бұл жердегі самый главный выгорать етіп кетпес үшін балансты ұстауыңыз қажет болады. Іштей сезімдеріңіз көтерілген кезде реальностьті анық көріп отыруыңыз керек. Кейде біз өйткені адамдарда осы нарциссттік травмасы бар адамдарда реальностьті қатты искажать етеді. Осылай болып жатқан сияқты болды, бәрі мені жақсы көрмейді, осындай деген сияқты қатты травмаға, регресске түсіп кетуі мүмкін. Иә, адамда ресурс аз болса, реально ойнайды. Ондай кезде лучше психологқа барып 15-20 мың теңгені төлеп жарты жылға, 1-2 жылға мысалы жарты жылға жұмыс жасап, одан да 1-2 жыл, 3 жыл өзіңмен өзің справляться етіп жұмыс жасағаның жеңілірек, чем все время гоняться. Енді өзіңізге мына бір нәрсеге, тағы да сұраққа жауап беруіңіз керек болады. Мен қалағаныма қол жеткізгенде сол нәтижені өмірімде қалай ұстап тұрамын? Оны қалай қолданамын? Я это понимаю ли я? Оны түсініп тұрмын ба? Одан кейін не болады? Маған сол кейін қорқынышты емес па? То есть сіз уже қалағаныңызды алдыңыз, нәтижені өміріңізде тұр. Оны тұрғаннан кейін, содан кейінгі болатын сюжет сізге қорқынышты емес па? Сіз сол үшін өзіңізді сопротивляться етіп, өз-өзіңізді лақтырып жүріп жатқан жоқсыз ба? Сол туралы өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мысалы, көп клиент тарту негізі бөлінде басқа нәрсе. Солармен жұмыс істеп нәтижені сақтап қалу басқа. Жаңағыда, мысалы, мына жерде айтып отырғаным, мысалы, қалағаныңды алдың. Мысалы, қалағаныңды алдың, көп клиент тарттың. Бірақ ол неме? Ол жұмыс жасау басқа да. И оларға сату мүлде басқа. Сол нәрсе, сол кейін деп тұрғаным осы. Қымбат көлік сатып алу басқа нәрсе, оны күтіп баптау, тұрақты түрде оның жаңағыдай жөндеп отыру, төлеп отыру, күтіп баптау ол басқа. Сол үшін кез келген нәрсеге осы нәрсені біз қоямыз. Тұрақты күйден әрекет жасау бізге қаншалықты негізі? Біз ол кезде өзіміздің нәтижеге байланбауымыз керек. Сіз жолдың адамы болған кезіңізде ғана ұтасыз. Өйткені накопительный эффект бәрібір өздікін береді. Сеніміңіз жасап әрекеттеріңізге болмай жатса, қателік жасасаңыз, оны рефлексировать ете алуыңыз. Сосын сол рефлексиядан кейін ішкі жаңа сұрақтарды қойып, ішкі тыныштықта бола алуыңыз. Сол тыныштықта болып ресурс жинауыңыз и нәтижеге байланбай қайтадан осы кругты айналып жүру. Түсінікті ғой? Енді нәтиже емес процеске көңіл бөлу ол қалай? Әр күн негізі на самом деле ол сізде жаттығу.
То есть, смотрите, вот көрдіңіз бе? Адамдар диаграмманы қалай ойлайды? Мысалы, осылай тұрсам, өсіп кетемін, или там, осылай тұрсам, көтерілемін болды. Не. На самом деле өсу тық 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 тура осылай болады. Құлап қалдың, бірдеңе түсті, дұрыс болмай қалды, түсті, оқыдың, бірдеңе істедің, тағы істеп көтеріліп кеттің, осылай. И сіздің түсінуіңіз керексі кім болғыңыз келеді. Білмеймін, сіздің сол бір нәтижеге жеткен адам бар. Сол бір именно сіз қалайтын нәтижені, и сол бір нәтижені қалайтын адамды сіз көрдіңіз. Соны көргеннен кейін ойлап көріңізші, сол адам қазір менің орнымда болған кезде не істейтін еді? Ну, точно ол ертерек тұрып, мысалы, контентін жасайтын еді. Или там ол барып клиенттермен мәселені шешіп келетін еді. Понимаете? Енді біздің жасай алмай жатқанымыздың артындағы скрытый выгодамыз қандай? Это для вас небезопасно, во-первых, потому что жасай алмайсыз. Изменениялардың бәрінен қорқасыз и жауапкершіліктен қашасыз. Бұл кезде біз жоқ, мен деуіңіз мүмкін. Просто принимайте. Это ваша реальность. Сізге кейбір әрекеттер жасау реально небезопасно, өзіңізді некомфортно сезінесіз, сториске шығу мүмкін, сізге некомфортно, дауысыңызды шығарып 10 минут, 20 минут сөйлеу некомфортно, небезопасно, мүмкін даже мысалы стримде отырып сату небезопасно сіз үшін. Или там командалық структуралардың басын қосып, оны үнемі жылжытып отыру сіз үшін қорқынышты, оның бәрі үлкен жауапкершілік, құлап қаламын деген нәрсе деген сияқты. И бұл өзгерістің барлығы сіз үшін непонятно. Сол кезде сіз өзіңізге қайтадан сұрақ қоясыз, рефлексия жасайсыз. Менің бұл жердегі практикаларымның барлығы рефлексия жасау, ішкі жаңағыдай взрослостьті көбейту арқылы. Байқасаңыздар, мен акцентті сол нәрсеге қойып отырмын. Неге? Себебі адам, мысалы, біз ойлаймыз, адамдар бүкіл травмасын емдеп тастаса болды, жаңағыдай мегамозг адам болып кетеді. Но нет, бүкіл жаңағыдай травмасын емдеп тастаған адам сыртқы реальностьқа келген кезде сыни кездесіп қалуы мүмкін. Неліктен? Өйткені оның ішкі взрослости не прокачанный. Сол үшін менің айтатыным, кейде адамдарға мысалы травмасын емдегеннен қарағанда травмасын емдей алмайтын ситуациялар болады, әртүрлі енді. Сол кездегі положениясына байланысты. Лучше сол бір травмасын үстін жарасын ашпай, нормально қарап, ішкі взрослостьтің опорасын нығайтып, өз-өзіне операция еткізіп, лучше жаңа опыт алып кеткен ол адамға легче. Түсінесіз ба? Сондықтан ішкі опораны, взрослостьті біз қалай нығайтамыз? Көбірек рефлексиялық сұрақтар қою, ойлану, өзіңнің сол ішіңнен шыққан сұрақтарыңның жауабына сену, соларға операция ету, бұл сенің нағыз өзіңнің сол бір дұрыстығыңның екеніне түсіну. Жаңа вниманияларға, яғни көңіл бөлуге, назарға, отношениядағы жаңа динамикаға сіз дайынсыз ба? Өміріңіздегі жаңа рөлге, өзіңізге деген басқалардың жаңа көзқарасына дайынсыз ба? Өзгеріс келген кезде кейбір адамдармен немесе әдеттермен байланыс үзіліп қалуы мүмкін екенін түсінесіз ба? Өзгеріс үшін қазіргі өмірімнің қандай бөліктерінен бас тартуға дайынмын? Ол мүмкін сіз кейде сериал көруден бас тартуыңыз мүмкін. Подкасттарды қысқартып, лучше сізге өзіңіздің жолыңызды жасау үшін өзіңіздің қателігіңізді түсіру керек болуы мүмкін. Или там, білмеймін, кухняда артық бір сағат тұрғанның орнына лучше заготовка жасап, тағы да бір нәрсе істеуіңіз мүмкін. Деген сияқты мәселен. Сол жаттығуларға, то есть сол жоғалтуларға, потеряларға дайынмын ба? Уақыт, энергия, мүмкін кейбір адамдар сіз үшін таныс бір комфорт күйі, сіз жоғалтуға дайынсыз ба? Вот будьте с собой честны и ответьте на эти вопросы. Негізі
шын өмірде кейде армандаған нәрсе біз дайын болмай тұрып келіп қалады өмірімізге. Біз бұны ішімізде, мен бұған үйрендім, мен бұған дайынмын, мұндай махаббатты, признанияны, табысты сезіне аламын деген негіз бізде тірек жоқ болса, ішімізде опора болса, жоқ болса, біз бұл жағдайды көтере алмай қаламыз, ысынамыз. Көтере алмаймыз. Жаңағыдай айтады ғой, жұлдыз ауру деген сияқты. Негізі ол жұлдыз ауру, көтере алмау, не выдержать ете алу, ол барлық адамда бар, бірақ оны әркім әртүрлі проявлять етеді. Түсінесіз ба? И сол жетістікке жаңа айтып кеткендей жабысып қаламыз. Жоғалтып аламын ба деп қорқамыз. Ішкі тірегіміз жаңа махаббат болсын, ол отношения болсын, көп нәрсеге келген кезде біз абдырап қаламыз. Жаңа мойындауға тәуелді боламыз сол кезде. Ол үшін біз жаңа айтып кеткендей не істейміз? Денеңізбен, тыныс жұмысымен қорқынышты байқау бойынша жұмыс жасаймыз 1 минуттық. Қолыңызды жүрекке қойып, мен қазір осындамын, және де мен осындай болуға дайынмын. Жаңағыдай нәтижелер болып жатқан кезде оны нормально деп қабылдау үшін, иә, сверхъестественно деп емес. Ішімізде сол қорқынышқа біз қараймыз, айтамыз. Әртүрлі қорқыныштар болады негізі. Мен бұны көтере алмаймын, қателесем, жақсы нәрсе емес, я недостаточная, бұл ұят, бұл ауыр деген сияқты. Сол кезде прям терең тыныс аласыз опять. Мен қазір осындамын, я здесь, и мен осылай болуға дайынмын. Бұл нәтижелі болуға, успешный болуға дайынмын. Я уже результативная женщина. Деп ше. И бұл жердегі именно тайгадағы біздің жалпы сенің миссияң, ой, мына жердегі, ладно, өсуің, көруің, пайдаң болатын нәрсе, ол шын мәнінде сен өзіңнің дайын екеніңді опять-таки сұрау. Бұл жай ғана сату емес, сен қай нүктеден келесі сатыға қарай көтерілетінің жайлы көру, оны болғанда не сезінетінің жайлы тағы да ойлану. Өйткені адам осы травмалар ашылған кезде реальностьқа қайта қайту үшін осы сұрақтар оған көмектеседі. Допустим, сіз уже ойыңызбен примерно сізде провал болатын түсіндіңіз, осознали, көтере алмайтынын мойындадыңыз, и қазір басқаша бір әрекеттер жасайық. Давайте я буду тогда жаймен деп әрекеттер жасап көремін. Осылай провал болса, мен осылай психологқа барамын, болмаса осындай бір кітап бар, я это учу, нормально, біз өлмейміз, ары қарата өмір сүріп кетеміз деп өзіңізді успокойтесіз. Окей? Енді жалпы бұл практика 3 күн. Сіздің әрекетіңіз қорқынышпен болуы мүмкін. Қорқсаңыз да жасайсыз. Жасаймын деп жүрген нәрселеріңізді. Екінші нәрселеріңізді бұл екінші күні уже сізде уже бір рет получится еткеннен кейін ол шабытқа айнала бастайды. Сол шабытқа айналғаннан кейін не сезіндім деп өзіңізге сұрақ қойып ойланып көріңіз. И жазыңыз. Жалпы бұл біздің барлық қорытындымыз. Сәттілік бұл успешный бұл выбор. Адамдар просто так болмайды. Спокойствие бұл сіздің ішкі үнемі тыныштығыңыз жаттығу арқылы келеді, практика арқылы келеді. Ал сіздің өмірдегі жасап жатқан әрекеттеріңіздің барлығы бұл өзіңізге деген сенімнің көрінісі. Вот, бүгін медитативке келгендеріңізге рахмет. Сен бар болғанымен құндысың. Енді әрекет ету бұл өзіңе деген махаббаттан. Өзіңді жақсы көргеннен кейін сен өзіңе әрекет жасап жатырсың. Кез келген сұрақтарыңызға, кері байланыстарыңызға мен дайынмын. Жазсаңыздар, айтсаңыздар болады.